Ақталу қашанда өтірікпен араласады. Үндемеу ақылдының әдебі, ақымақтың бетпердесі. Қарыз берген кезіңде дос, кері алатын кезде дұшпан. Халуадан не тәттірек, дұшпандықтан кейінгі достық тәтті. Жетімге жылауды үйретпей-ақ қой. Тіліңнің мойныңды шауып түсуінен сақтан. Көрерменге соғыс деген неткен оңай. Ақылды кісіні жұмсасаң, не істеу керектігін үйретпе. Ең зор билік өз нәпсісін басқара алу. Тәбет алғашқы жұтымнан пайда болады, жанжал алғашқы сөзден. Бір жалған 40 шындықты бүркейді. Жұмыртқаға тасты жару қайда? Шайқастан кейін батыр көбейеді. Бауыр деген саған шынайы кеңес берген кісі. Ақша жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын. Өз балаңыз өскенде ініңіздей қараңыз. Өз итіңді семіртсең, сені де қабады. Егер зұлымдық сенің қасыңда пайда болса, қозғалмай отыр. Наданға кеңес берсең, сені дұшпан деп қабылдайды. Сөз сенде кезде құлың, сөз сенен шыққанда қожайының. Қарттың баласы жетімге тең, қарттың әйелі жесірге тең. Ақымақты неше рет үйретсең де, азанда ұмытып кетеді. Кез келген сиырға сауыншы табылады. Ақылды ымнан-ақ түсінеді, ақымақ түртсең ғана түсінеді. Ақылды ұры өз аймағында ұрлық жасамайды. Тоқ адам аш адамға нанды асықпай кеседі. Үйлену деген бір ай қуаныш, өмір бойына тер төгуден тұратын бір іс. Өгіз құлағанда оның үстінде көптеген пышақтар дайын бола қалады. Асыл тұқымды атта сүрінеді. Кім қорқады, соны ұрады. Кешірім сұраумен аштың қарнын тойғызбайсың. Кез келген сұлулықтан кемістік табылады. Алланы өз жүрегіңнен ізде, оны басқа еш жерден таппайсың. Кім бөрі бола алмаса, оны бөрілер талайды. Ұяты жоқ әйел, тұзы жоқ тағаммен бірдей. Әйелді алыстан ал, егістік жерді жақыннан ал.